Армысыз қымбатты тыңдарман. Жаңа әңгіме. Әңгімені соңына дейін тыңдап, өз ойларыңызбен бөлісіп кетсеңіздер. Сен қайдан келдің? Дегенде бір данышпан. Мен балалықтың елінен келдім деген екен. Ересектерге сол балалықтың елінен келмеген ешкім жоқ. Анадан ешкім сақал мұртымен тумайды. Мен де солардың бірімін. Анамның аты Айша еді. Аз ба көп пе 60-тан астым. Аз ба көп пе ірілі уақытты кітап жаздым. Халық жазушысы атандым. Жазғанымның бәрі алтын дей алмаймын. Бірақ солардың көбі және дәмділері тек балалық шақтың нәрінен, балауса балғын шақтың әсерінен туған. Өсе келе көпті көрдім, дүниенің шар тарабын араладым. Бірақ соның бәрі мені балалық шағымдай байыта алмады, деп әңгімесін жалғады. Түсімде ылғи балалық шағымды көремін. Түсіме күн сайын мың бұлақ кіреді. Түсімде ақсу жабағылыны көремін. Түсімде ылғи туған үйімді көремін. Түсіме ылғи Айша кіреді. Мұртаза түсіме сирек кіреді. Өйткені ол кеткенде мен 5-ақ жаста едім. Елесі еміс-еміс қана. Елге таратқан бүгін көргеннің ертең естен шығады. Ал енді бала кезде көргенім, естігенім бүгінгідей әлі есімде. Ендеше текке күшене бермей, соны неге жазбаймын? Ата-бабамның Айшаның аруағы жар бола көр деп, қолыма қалам алдым деп, жазушы әңгімесін бастады. Бозала таң. Анасының құрсағынан шыға салып, алғаш көрген есіне сақтап қалатындар бар еді. Мен туғанда үйдің іші қып-қызыл еді деп айтыпты дейді біреулер. Білмеймін, өз басым мұндай алғыр данышпан емеспін. Өйткені есім қай уақытта кірді, тұңғыш рет көрген білгенім есімде не қалды, деп ары үңілем, бері үңілем, ештеңе таппаймын. 3 жас, 4 жас, бәрі бұлдыр бұлыңғыр. Тек әйнек. Апам мені арқасынан көтеріп келе жатқанда бір аяғымның калошы түсіп қалып, кемпір байқұс келе жатқан ізімен қайтып, әлгі түсіп қалған калошты іздегені еміс-еміс есімде. Әйнек апамның арқасына жармасқаныма қарағанда әлі өз бетіммен еркін жүгіріп кете алмайтын кезім болу керек. Ал Мұртазаның Гришка дейтін орыспен сөйлескенін анық білетінмін. Біздің үйдің күн шығысы жақ қабырғасы. Мұртазаның үстінде өңірін қара шибарқытпен көмкерген жосалы сары тон. Басында дәл сондай терден тігілген телпек. Оның шегі қара қозының елтірісі. Сақалы сардан қызғылттау. Қасында Гришка. Мұртаза қойтысының үстінде отыр. Гришка түрегеп тұр. Сірә көктемнің әлі дүмбіл кезі болар. Өйткені күн шуаққа сүйсініп, тамға арқамды сүйіп, мен де шоқиып отырмын. Гришка ұста. Ағаш ұстасы. Біздің үйдің алдындағы Әміреқұлдың үйі қазір ұстахана. Күн батыс жақ бөлмесі ағаш ұстаханасы. Күн жақ бөлмесі темір ұстаханасы. Бір жағында Гришка, бір жағында Нәметқұл. Қазіргі әңгіме сол Нәметқұл туралы екен шамалаймын. Мен әдейі тыңдамасам керек, бірақ жанында 2 үлкен кісі сөйлесіп отырса, құлағыңды қалай тығындап қоясың? Гришка қазақша судай. Гришка айтады. Нәметқұлдың Зілиқасы өлгелі 1 жылдан асып барады. Нәзипа дейтін қызы да шетінеп кетті. Баласы Байбосын екеуі ғана. Енді бірдеңе істемесек болмайды, Мүреке. Оның рас, деді Мұртаза. Мен де көптен ойлап жүрмін. Мына қырғыз жақта менің Нұралы дейтін жездем бар. Сол айтады, біздің ауылда байы өлген, басы бос бір әйел бар.
Неметқұлға қол келеді дейді. Онда тездетіп сөз салаңыз, обал болды дейді Гришка. Ал енді осы Гришканың бір ұл бір қызы бар. Ұлы менен үлкендеу, аты Гришка. Орыстар қызық, әкесі Гришка, баласы да Гришка. Немене ат жетпей ме? Айша осыны айтып еді Мұртаза. Әкесі атым өшіп қалмасын деп баласынан өз атын берді деді. Атым өшіп қалмасын дейді. Әліме қарамай мен, Мұртаза ше. Ондай уайым жоқ па? Менің атым да одан неге барысқан? Неге мені Мұртаза деп атамаған деймін. Кейін Мұртаза дүниеден өткен көп кейін мен бұл сұрақты Айшаға айтып едім. Ол, сен барда Батырхан барда Мұртазаның аты өшпейді деді. Неге екенін білмеймін. Құрмашты атамады. Гришканың қызының аты Наташа. Менімен жасты. Ағаш ұстаханада барғанымда үлкен Гришка ұзын тақтайды сүргілеп, үскілеп жатады. Содан ширқысталып, жіп жеңішке жаңқа ұшып түседі. Оны Наташа шап сары шашына байлап, әшекейлеп алады. Менің басыма да орап қояды. Сықылықтап күледі. Содан соң кіші Гришка, Наташа мен үшеуміз Бердімбет сайының қабағына барып, шыдыргүл тереміз. Жабайы Үлпі Мәліктің қырмызы гүлін, Меңдауынның қуашығын жұлып аламыз. Меңдауынның күлгін гүліне көк көбелек қонып отырды. Оны ұстамақшы боламыз. Көбелек ұшып кетеді. Айда кеп қуамыз. Ұстатпай қисалаңдап ұшады. Біз де қисалаңдап жүгіріп жүріп, кейде құлап қаламыз. Сайдың табанында күміске жарқырап ағып жатқан бұлаққа барамыз. Бірақ көбелек жеткізбейді. Сөйтсек оларда қанат бар, бізде қанат жоқ екен. Адамға Құдай бәрін бергенде қанат бермегені қалай? Оны несіне аяды екен? Біз түсінбейтін жұмбақ көп. Қазір таң қаламын. Сонда біз сол 4-5 жасар орыс пен қазақтың балалары қай тілде сөйлестік екен? Түк те есімде жоқ. Менің орысша білмейтінім анық. Ана орыстың балалары да қазақша біле қоймасы керек. Сонда қалай түсіністік? Ғажап. Бірақ ертеден кешке дейін бірге ойнайтынымыз зайыр есімде. Сірә 4-5 жастағы балалар бірін-бірі тілсіз-ақ түсінетін ерекше бір қасиет бар болса керек. Өсе келе үлкендер сол қасиеттен айырылып қалып, менің тілім, сенің тілің деп дауласкер дертке ұшырайды екен ғой. Гришкалар бір түнде ұшты күйді жоқ болды. Әкемнен сұрап едім, көрші ауылға көшіп кетті деді. Сөйтіп үрпек сары бас достарымнан айырылып, кәдімгі мұрын-боқ қара домалақтардың арасына барып қосылдым. Жападан жалғыз жүре алмайсың ғой. Енді шамаласам, сол 1937 жылдың 1 мамыры болу керек. Мұртаза мені көрші ауылға ертіп барды. Мейрам екен. Ондай мейрамды бірінші рет көруім. Халық қара құрым. Бәрі қызыл-жасыл киінген сияқты. Бір әсем дүние, ән күй. Балуандардың күресін де сонда көрдім. Ат бәйгесі болды-ау деймін. Адамдар ақ түйенің қарны жарылғандай мәз-мейрам. Содан кенет әлгі шажандай көптің ішінен кіші Гришканы көзім шалып қалсын. Оны байқамастай емедім. Не боп көп бала. Бірақ шашынан таныдым. Көп қара торғайдың арасынан бір ақбас торғай кіріп кеткендей ғой. Қолымнан ұстап тұрған Мұртаза әлденеге назары ауып, менің қалай сытылып шығып кеткенімді байқамай қалды-ау деймін. Құлаңдырып отырып ақбас балаға барайын. Ол да таныды. Қуанып кетті. Қолымнан қысып ұстап алып, сөйтсем, сары шашты адамдар көп екен. Тілдерін түк түсінбеймін. Әсіресе әйелдері қызыл ала киініп, асыр салып билеп жүр. Біреу тырылдатып созып, қобдиша сияқты бірдеңе тартып отыр. Бір орыс әйел. О, Баранчок,
Хорош, деп маған дөп-дөңгелек тәтті нан берді. Тәттілері көп екен. Шалбарымды сипаласам бітеу қалтасы жоқ. Содан кіші Гречка екеуміз қол ұстасып бармаған, араламаған жеріміз жоқ. Бір орыс тұмылдырықтың қоңыр аю жетектеп, оны ойнатып жүр екен. Аю біресе адам сияқты қос аяқтап түрегеледі. Біресе көктің үстіне домалап, басымен жер теріп, тоңқайып тұрып аунап түседі. Мұндай қызықты көрмеген басым әлгінің қасынан шыға алмаспын. Бір жақындауға қорқамын. Кіші Гречка қорқпайды екен. Жанына барып кәмпит беріп, аю қағып салды. Басын иіп, тізесін бүкті. Рахмет дегені болса керек. Ал, кеп күлейік. Дүниеде күлкі жақсы. Кім күлсе ол күлсін. Қазақ па, орыс па, бірден түсінесің. Мына көп орыстың бір-біріне не айтып, не қойып жатқаны дәнеңе ұққан жоқпын. Күлгендері бірден түсіндім. Күлкіге тілмаш керек емес екенін баланың шала миымен-ақ біліп қойдым. Сөйтіп дүниені ұмытып аюдың қызығына беріліп тұрғанда жұрт тарай бастапты. Әкем тұрған жерге жүгіріп барсам жоқ. Ал кеп бақырайын. Әлдекімдер, «Әй, мынау кімнің баласы? Адасып қалған ғой» десті. Кімнің баласысың? Біреулер еңкейіп бетіме үңіледі. Мұртазаның. Әкең жаңа сені іздеп жүрген деді біреу. Енді біреу сен жан жаққа қарап. Әне, әкең. Анау бір топ кісінің ішінде болар деп күн шығысқа біздің ауылға кетіп бара жатқандарды көрсетті. Бақырып, Тәңіртауды басыма көтеріп, әлемді жаңғыртып жүгіріп келемін. Жолда бір солқылдақ жас шыбық жатыр екен. Соны іліп алып салып, безілдеп келемін. Ақыры қуып жеттім. Кілең үлкен кісілер екен. Мелдеқан, Пешен, Байжұман, Әліпбай, Мұса, Шақалақ және менің әкем Мұртаза. Келе сала, ал кеп әкемнің арқасына кішкентай жұдырығымен түйгіштейін. Шыбын шыққан құрлы көрмейді. Жанындағылар бірдеңені айтып келе жатыр. Одан бетер ыза болып, мәсісінің қонышын шыбықпен ұрып келемін, бақырып келемін. Бір уақытта Мелдеқан ғой деймін маған қарап бұрылып. Тәйт деді. Мелдеқан менің әкемнен үлкен. Көлкілдеген көгала сақалы бар. Басында ақ қалпақ. Ауы күйіктей ақ дамбал киіп, аяғына қоңқылдақ кебіс іле салған. Тәйт деді. Сені Мұртаза мойнына ала бұршақ салып, қара соғанға қой айтып, әулиеге мал айтып, Құдайдан тілеп алса да. Әңгіменің шырқын бұздың ғой. Кіп-кішкентай балаға дап-дардай кісінің соншалықты сөгіс айтқаны несі дегендей басқалар тосылып қарады. Мен мына ашулы адамдарды құтқара дегендей әкеме қарадым. Жаңа мені тастап кеткен аздай, енді араша түспесе екен деймін. Мұртаза мырс етіп, Молдеке, бұл барысқанды Құдайдан жылап жүріп тілеп алғаным рас. Сөйтті де қолымнан енді ажырамастай қысып ұстап жетектеп алды. Екеуміз демде достасып кеттік. Мұртаза көп сөйлемейтін кісі, қайтып мен туралы әңгіме болған жоқ. Үлкендер өздерінше езге тақырыпқа көшті. Арт жақтан елеңдеткен дауыс естілді. Бұрылып қарасақ, бір өшкен оның інісі Кәрібай. Осаналы, Төреқұл сияқты сол кездегі жастар жағы екен. Бір кезде олардың араларынан шу шығып, төбелес басталды. Тәшкен өз бауыры Кәрібайды көк парша сүйреді. Оспаналы мен Төреқұл жағаласқандай болды. Пешен айқайлап, қойыңдар-ей, деді Мелдеқан. Қайтесің мас жындылар, сөз түсінушім еді. Сөйтіп өз ауылымызға да жеттік. Менің өз әкемнен бірге тойға барғаным осылай аяқталды. Ол мені бұрында талай жерге жетектеп, көтеріп барған шығар, бірақ оларын елес жоқ. Сол жылы қыста әлгі тойдан бірге қайтқан жетеудің алтауы ұсталды. Біреу олардың үстінен арыз жазған болып шықты. Жетеуден біреу
Алтауын бірдей ит жеккенге айдатып жіберді. Айтпақшы, алтаудың ішінен Байжұман қырғыздың тамына қашып құтылды. Кейін сол 1937 жылғы 1 мамырдың тойы есіме қайта орала бастады. Әкемнен бірге ілесіп барған той. Бір түсінгенім, Мұртаза мені Құдайдан тілеп алды. Сөйте тұра мені неге орыстардың ортасында тастап кетті? Іздеген көрінеді. Бірақ таппай менсіз неге ауылға қайтып бара жатыр? Әлде менің көп ұзамай әкесіз қалатыным сезді ме екен? Әкесіз қалғанда бос болмасын, бол бір болмасын. Өз бетінше жол тауып көрсін. Ащының дәмін о бастан татып, мына мейірімі аз, қаталдығы мол дүниеге о бастан көндіге берсін деді ме екен? Егер осылай ойласа, ол ойын мен жүзеге асырар едім. Мұртазаның қонышына шыбықпен сабалап шыңғырып жылаған шолжаң еркелігім көктемде гүлден гүлге қонып тайраңдап сайраңдаған көбелектің лезде көз жұмғандай ерте солды. Еңбек пен азап ештеңе емес, жазықсыз жаладан көп жабырқандым. Арпалыстан жағам талай жыртылды. Мұртаза мені шынымен шынықтырғысы келсе, ол үміті ақталды. Шыңыраудан шыққандай халдемін, тірімізік екенмін. Қасқырдың тарамысынан жарылғандай тырмысып әлі тірі жүрмін. Қарны тоқ, қайғысы жоқ, киімі бүтін 5 жасар ойын баласы. Қыстың кешкі аязы қызықты болуы мүмкін. 5 жасар баланың миы әлі нүкте түспеген ақ қағаздай. Әсерлі оқиға, сұлу сурет сол аппақ қағазға өшпестей жазылып қалар. Әлі есімде, темір ұста үйінің іргесінде асық ойнаған балалардың арасында мен де бармын. Батқан күннің қызылы талас Алатаудың қарлы шыңдарын балқытып жібергендей еді. Теріскейдегі Қаратаудың үстінде қызғылт күңгір құстар түйдек-түйдегімен қалқып тұрғандай. Құстар емес, бұлттар екен сеземін. Қош қараттарға қонақтаған қоқиқаздар секілді. Таулар балқып жатса да жылуы жоқ. Алаулаған бетіңді сүйер шымыр аяз тек біздің Жуалыда, Мыңбұлақта ғана болады деседі. Балалардың ересегі Сейсенбай маған болысып мені ұтылып қалсам да асықтарымды өзіме қайтартқызып берді. Менен үлкен бола тұра балалар менен ығатын сияқты. Онысы несі екен? Көз байланып, қас қарая ойын бітіп, үйді-үйдімізге тараймыз. Темір ұстаның жәпірейген үйінің алдына үйме-жүйме соқалар, темір тырмалар ғана қалды. Олардың үйі осы, олар жаурамайды. Не көрген білмеймін, аузымнан аяздың буы бұрқырап үйге жүгіріп кіріппін. Айша тұтқаны жетелік, шырғаданның бүйірі томайған шынысына түкіріп кеп жіберіппін. Жетілік шиша шырт етіп шытынасында қалсын. Жетілік білтілдегі момақан от теңселіп, шалықтап барып әйтеуір өшпей тірі қалды. Бірақ керосин түтіннің иісі мүңк ете түсті. Бұл сорақы сорлы ісімді көріп қойған Айша үн-түн жоқ, онсыз да аяздан тырсылдап тұрған құлағымның сырғалығын қолыммен қыршып алғандай болды. Құлағым тыз етті, қанап қалыпты. Ал кеп бақырайын. Даусымды естіп далада жүрген Мұртаза келді. Құлағымнан қан ағып тұрған көріп, Айшаға кеп ұрысты. Ар жағы не болған білмеймін. Мен ұйықтап қалсам керек. Түн ортасы болар. Мен Айшаның айқайынан ояндым. Елегізген шынысыз шамның сәулесімен сорайып-сорайып бөтен біреулер көрінеді. Олар Мұртазаны итеріп-итеріп алдарына салып алып кетті. Айша айқайлап артынан шықты. Дірдек қағып мен шықтым. Серейіп-серейіп 3-4 адам сай-сай жаққа қарай кетіп бара жатыр. Сайдағы көпір сықырлады. Айша сайдың қабағына
дейін қалмай барып келді. Мұртазаның даусы анық естідім. Қайт, балалар қорқып қалады деді. Түнгі аяз бұл күнгі дауысты қайталап шыққандай болды. Сықыр-сықыр дыбыс алыстап Айшаның аяғының астындағы қар ғана қаршылдайды. Айша есіктің алдындағы үрбиіп тұрған мені көріп, бауырына қысып аспанда доп-домалақ айға қарап, о жаратқан, басқа, мына үрпек балапандай 3 нәрестенің не жазығы бар еді деді. Толықсып тұрған ай бір аунап түскендей болды. Мен лезде есейіп шыға келдім. Енді мені қорғайтын әке жоқ екенін сұңғылықпен сезіп қойған сияқтымын. Жаңа ғана жарқырап тұрған ай бұлттың ішіне сүңгіп кетті де, жетімдіктің алғашқы дәмін татқандай болдым. Қорбиып қараңғы түн жан-жақтан қаптап келе жатты. Айша мені жетім қалған үйге жетектеп кіргізді. 1937 жылы жалмауыз жыл еді. Қанатына қырау қатқан жас балапан мен едім. Енді асықтан ұтыла беретін болдым. Бұрынғысынша ешкім болыспайды. Арада 2 жыл өткеннен кейін халық жауларының қатын бала-шағасы улап-шулап 37-нің желтоқсанында шақпақ жел борасындап ұрып тұрған шағында сол ызғырыққа кеудемізді тосып борандардың түрмесіне бардық. Айша мені ала барды. Құрмаш пен Батырхан үйде қалды. Түрме дегені жан-жағында милиция қоршап тұрған атқора сияқты кірпішек шатырды үй екен. Одан бұрын Борандыда арнайы түрме болмаса керек. Өйткені айналасына қорған соғып, темір тікенмен қоршап үлгермепті. Милиция деген ұзын сұр шинел, төбесі сиырдың емшегіндей шошақ бас киімді, жүздері мұздай суық, мылтықтары үшкір найзалы адамдар болады екен. Неге екені белгісіз, бәрінің көздері іріңдеген, беттері көгеріп, көлкілдеп тұрған сияқты. Мүмкін халық жаулары қырағы қарауылдап күндіз-түні ұйқы көрмейтін шығар. Мыңбұлақтан қана емес, басқа жақтан келетіндер де болар. Әйтеуір шаржандай ыңырсыған халық. Соған қарағанда Жуалы ауданы бойынша халық жаулары аз болмаса керек. Тұтқындар бір көріп, тіл қатысып қалуға жиналғандар. Әулиеатаға апаратын көрінеді бұларды деді әлдекім сыбырлап. Қарасудың бойына апарады дейді. Тек Сібірге итаппен айдайтын көрінеді. Құдай, өзің жар бола көр. Осындай сыбыр-күбір сөзден 5 жасар бала болсам да, менің кішкентай ғана жүрегім мұздап бара жатқандай. Түрменің жалғыз есігі бар екен. Есіктің түйе көзіндей тесігі бар екен. Мына көз жиналып, сол жалғыз көзге қадалды. Жалғыз көздің ар жағында үйме-жүйме тіршілік бар екені сезілді. Өйткені әлгі тесіктен саусақтар қылтыңдайды. Саусақтан басқа ештеңе нәрсе симайды екен. Тұтқындар бармақтары неге шығарады? Саусағыңыздан таниды дейді мекен? Далбаса ғой. Әйтпесе адамды жалғыз саусағынан қалай танисың? Қамақтағылар мына азаттыққа тұрғанда мазақтағандай көрінеді. Мазақтамайды ғой, бірақ әлгі әнтек әрекеттер соған ұқсас. Әлде мына ашық аспанда тұрған біздерден медет тілеп, әйтеуір бір жәрдем күте ме екен? Суға кеткен пенде соңғы рет судан қолын шошайтады деп естіп едім. Бұлар да солар сияқты. Кейде саусақ көрінбей кетеді де, жалғыз тесіктен жалғыз көз жылтырағандай болады. Бір сеніп, бір жылтырайды. Содан шамалғанда тұтқындар тез-тез ауысып әлгі тесіктен кезек-кезек сыртта тұрғандарға көз салатын болуы керек. Тұншыққан, шуылдаған дауыстар естілгендей. Абақтының қабырғасы қалың. Дауыстар бізге анық жетеді. Әркім өз шақыртып, арыздасып, қоштасып шығып жатыр.
бірақ оны естіп түсініп жатқан ешкім жоқ. Жәкең осының ішінде, деді Айша мені жеңімнен тартып. Неғып деймін? Білмеймін. Барайын ба? Мен Айшаның бетіне қараймын. Ол мылтықтарын көлденең ұстап, қалшиып қалған милиционерге қарайды. Қарауыл сақ. Әлдекім бір қадам ілгері атса, мылтықпен кеудесінен атып тастайды. Бері қарап тұр. Біздің алдымызда тұрған ұзын бойлы, ірің көз милиционер темекі тұтатып, тұқшиып еңкейе бергенде, мен құлдыраңдап жүгіріп отырып, түрменің есігіндегі тесікке де жеттім. Бірақ бойым жетпей, өкшемді көтеріп, тесікке мойнымды создым. Жәке, Жәке деп шырылдадым. Әй, Мұртаза, ау Мұртаза, балаң келіп тұр, деген дауыс іштен тұншығып шықты. Былай тұр. Мұртазаға жол беріңдер. Соған қарағанда Мұртаза есік жақын жерде емес болуы керек. Жетті. Барысқан. Сенсің бе? Иә, Жәке. Айналайын. Үйге жүр, Жәке. Айша жылады. Айшаға ұрыспашы. Жыламасын, мә. Әкем маған шиыршықталған қағаз ұстатты. Сол кезде иығымнан біреу бүркіттей бүріп алып, лақтырып кеп жіберді. Анандай жердегі күресін күртік қарға басым кіріп, құлап түстім. Әлдекімдер мені орнымнан тұрғызып, үсті басымды қаққылады. Ақ қоян құлақшығымнан қарын тазартты. Жылама, азамат екенсің. Жылаған жоқпын деймін мен. Айша келіп тізерлеп отыра қалып, бет-аузыма жабысқан қарды қолымен тазалап, бетінен бетіме басып, тұла бойы дір-дір етіп солқылдады. Аузыма сұқ саусағын салып, таңдайымды езгіледі. Қорқыныштан құтқарды. Жылама, дедім мен әлгінде әлдекімнің өзіме айтқан сөзін қайталап. Милиционер қаһарланды. Әйда, кетіңдер, деп мылтықтарын дүммен жұртты кеудесінен ұрғылап ығыстыра бастады. Тараңдар, әйтпесе атамыз, деп қорқытты. Бір рет аспанға мылтықты атылды. Түтіні бұрқ етті. Жұрт шу етті. Аждаһа келе жатса да қорықпайтын қазақ мылтық даусы шыққан соң бет-бетімен ыдырап кетті. Біз ауылға қайттық. Былай шыққан соң кішкентай уысыма қатты қысып алған әлгі шиыршық қағазды Айшаға бердім. Айша қағаздың шиыршығын жазып еді. Ішінен 4 ине шықты. Киім тігетін машиненің инесі. Жұрт аң-таң, қағазда жазу жоқ. Сонда бұл инені Мұртаза қайдан алған, деді біреу. Мұнда бір мән бар шығар, деді біреу. Қандай мән? Айша айтты. Өткен жексенбіде базарға барып еді, сонда сатып алып, ұмытып қалтасында кеткен ғой, деді. Үйімізде Көнекей әжемізден қалған зеңгер машинасы бар еді. Жол жөнекей тал дарықтың басында бүріскен торғайлар отыр. Адамдардың қасіретіне олар да ортақтасқандай. Бір әйел, туған ел, енді есен бол, деп әндетті. Өлеңін әнмен гөрі жоқтау сияқты зарлы естілді. Тек, деп тастады басқа біреу. Мұртазаның ене берген несі, деп біреу. Мұнда мән бар. Қандай мән екені әлі түсініксіз. Әңгіменің жалғасы бар. Қымбатты тыңдарман, бұл әңгіме өте керемет әңгіме. Әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар.